Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге осындай бананнан панкейк жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, өте нәзік. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз, кепіл беремін. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Дәмді ас үй арнасымен бірге болыңыздар. Қажетті заттарды төменде описанияда қалдырдым. Алдымен қажетті ұнымызға 150 грамм ұнымызға 1,5 қасық қопсытқыш саламыз. Бұл жағдайда қопсытқышымыздың көп болғаны жақсы, өйткені банан қамырымызға ауырлық береді. Осылайша бір үлкен бананды немесе 2 кішкентай бананды осылайша вилкамен езгілеп аламыз. Блендер пайдаланудың қажеті жоқ, өйткені ол бананымызды тым сұйық қылып жібереді. Осылайша тек вилкамен езгілеп алсаңыздар жетеді. Үстіне бір жұмыртқа, 2 шай қасық қант, екі шымшым тұз саламыз. Осылайша араластыра отырып, үстіне сұйық майымызды құямыз. 30 граммдай, примерно 4 ас қасықтай болып қалады. Осының бәрін қазір араластырамыз әбден. Және үстіне жылтылған жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде сүт жылы болу қажет, өйткені қазір бұл панкейкімізді пісірген кезде тапада дұрыс пісу үшін. Енді ұнымыздың кезегі келді. Ұнымызды осылайша ақырындап отырып, салып отырып, араластыра береміз. Осылайша мынандай текстурадағы өте қою сұйықтық аламыз. Тапаға панкейкіміздің тестосын осылайша құйып жайдым. Бетіне көбіктер шығу қажет осылайша. Бірақ асты күйіп кетпеуі қажет. Сол себепті панкейкті жай отта пісіреміз. Содан соң аударамыз. Достар, осылайша жалғастыра береміз. Панкейктің формасы домалақтау болу үшін үстіне осылайша аздап құйып домалақтатсаңыздар болады. Көпіршіктенді енді аударамыз. Ал мінекей достар, біздің панкейктеріміз таңғы астың ең берекелі асы дайын болды. Сіздерге де ас болсын. Мен үстіне осылайша банандарды кесіп сәндеп қойдым. Панкейкті блинчиктер сияқты қаймақпен, балмен, вареньемен, өзіңіз қалаған нәрсеңізбен жесеңіздер болады. Өте дәмді. Сіздерге де ас болсын. Егер рецептім ұнаған болса, лайк басыңыздар. Және міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған дәмді ас үй арнасы. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар комментарияда. Және де менің каналымды жоғалтылмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау саламат болыңыздар.